Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын дастархан сәнін келтіретін, қонақтарыңызға, балаларыңызға да ұнайтын бауырдан рулет жасауды көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге бауыр керек. Мен сиырдың бауырынан 500 грамм алдым. Сыртындағы керек емес пленкілерін бәрін алып тастаймыз. Егер қалып кететін болса, піскен кезде жаман қышқылтым дәм беріп тұрады. Және керек емес ұнамайтын жерлерін бәрін алып тастаңыздар. Бөлшектерге бөліп аламыз. Мен стационарный блендердің көмегімен езетін боламын. Сіз өз қалауыңызша басқа блендермен де езсеңіз болады. Погружной блендермен. Енді осыны бауырды блендерге салып аламын. Үстіне сүт құямын. Және де бір жұмыртқа салып жіберіп, жақсылап езіп аламын. Бауырларымыз толығымен езіліп шықты. Енді оны ішіне қалып кеткен іртіктері болса және күленкілері болса алып қалу үшін ситан көмегімен өткізіп алатын боламын. Енді дайын болған массамыздың үстіне 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық сұйық май және 1 шай қасық қара бұрыш саламын. Жақсылап араластырып аламын. Және үстіне 90 грамм ұн саламын. Енді үстіне 10 грамм разрыхитель салып жіберіп, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып шығамын. Ешқандай іртіктер қалмау керек. Мінекей бауырлы массамыз дайын, бір тегіс, ешқандай іртігі жоқ. Енді қызып тұрған табамызға кішкене сұйық май жағамыз, бірақ қатты көп құймаймыз. Үстіне блинчикті пісірген сияқты бауырлы массамызды құйып пісіріп аламыз екі жақ бетінде. Қатты қалың қылып құйып жібермейміз. Бір жақ беті осындай ағарып, тесіктер шыққан кезде екінші бетіне аударатын боламыз. Осылайша екінші бетінде пісіріп аламыз. Екінші беті көп уақыт ұстамаймыз, біріншіге қарағанда екінші беті тез піседі. Осылайша барлық массамызды пісіріп аламыз. Мінекей қарасаңыздар, бізде осындай әдемі тесіктер шыққан пузырчатый осындай біздің бауырлы блинчиктеріміз шығып жатыр. Енді ортасына салатын начинкамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін қызып тұрған тапамыздың үстіне сұйық майымызды құйып, үстіне пиязымызды және теркадан өткен сәбізімізді салып қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш салып, жақсылап қуырып пісіріп алатын боламыз. Қатты күйдіріп жібермейміз. Және рулеттің ортасына жағатын соусымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге сарымсақ керек болады. Мен 3 танасын алдым. 3 танасын майдалап, жақсылап турап аламыз. Туралған сарымсақты ыдысқа салып, 2 жұмыртқа қайнатып алдым алдын ала. Осы қайнатылған жұмыртқаларды терканың көмегімен майдалап езіп аламыз. Жұмыртқамыздың үстіне 3 ас қасық майонез салып, жақсылап араластырып аламын. Мінекей соусымыз дайын. Енді рулеттерді жинауға кірісеміз. Мінекей біздің бауырлы блинчиктеріміз осындай әдемі болып піскен. Енді жинайтын боламыз. Ең алдымен бір блинчигімізді алып, бірінші жұмыртқалы соусымызды алып, ортасына жағатын боламыз. Қатты айнала шетіне шығарып жібермейміз. Айнала шетіне ораған кезде шығып кетуі мүмкін. Осылай жағып болған кейін үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді көп салмаймыз. Мен бұл жерде бір сәбіз және бір пияз қолдандым. Өз қалауыңызша бұдан да көбейтіп, көп мөлшерде салсаңыз болады. Және де майонезге укропты араластырып жіберсеңіз, өте әдемі дәм беретін болады. Осылайша ортасына сәбізімізді салып, жақсылап орап, жинап шығатын боламыз. Басқа рулеттерді де осылай істеп шығамыз. Мінекей біздің бауырлы рулеттеріміз дайын болды. Қонақтарыңызға осы күйінше ұсына берсеңіз болады. Ортасынан бір қиғашынан кесіп. Ал мен осылайша майдалап рулеттерге бөліп шығамын.
осындай әдемі рулеттер болып шығады. Өз қалауыңызша жанына укроптармен, қызанақтармен сәндесеңіз өте әдемі көрінетін болады. Мінекей біздің өте әдемі, өте дәмді болып шығатын, балаларыңызға да ұнайтын бауырлы рулеттеріміз дайын болды. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менің видеом сізге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Осы видеоның астына комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіз. Видеоның соңына дейін көргеніңізге көп рахмет. Алда тағы дәмді рецепттермен бөлісетін боламын.